Енді біз әдетте келген қонақтарға сұрақ қоямыз. Және білесіз, бұл ешқандай дайындықсыз, чисто сіздің ойыңызды білу үшін айтамыз. Нұржан ұстаз. Любой сұрақ қой деп любой тұрсың, сұрақ дайынбыз. астағфирулла. Жақсы. Бірінші сұрақ. Иә. Біздің әрқашан қонақтар Цифр сұрамау сен, мына қандай жыл болды. Қалған бәрін жауап беремін. Цифр сұрамайсыз. Нұржан ұстаз, сіз ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам естіген кезде сіздің ойыңызға келетін не нәрсе? Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла елшісі жайлы ауылдан шыққан кезде қандай нәрсе ассоциация қалыптасқан сізде? Мен бір нәрсе айтып берейінші. Бір хадис, Алла ұмытып отырмын мен қай неде ше, қай кітапта келгенін. Бұхариде емес. Бұхаридың адаб муфрадында да емес. Бірақ кутубы ситтаның біреусінде бар ол хадис. Либо енді Ахмад ибн Хамбалдың кітабы бар ғой. Муснатта. Соның есімде жоқ болып отыр, в общем. Или Аби Даудта ма екен? Либо Ситтада, либо Ахмадта, в общем, соның біреусінде. Иә, өздері ұмытып отырмын. Хадис бар. Ұзағау, ұзақ болғанда енді тез бітіруге тырысайын. Беләл мынандай айтады. Не ғой? Ақшеде, самордың ішінде әңгіме айтқан сияқты естісеңізші. Иә. Хадис былай келеді. Нұреке, может сен де еске шығарсың. Бәке, сен де еске шығарсың. Хадис былай келеді. Билал радиаллаху анху неде жүреді? Айтты ма ол сендерге? Жоқ, айтпадым. Неде жүреді? Мен білмеймін, айтқан жоқсыз. Мына айтқам қазір түсінесің сен. Мен есіме түсіп отыр айтқанымды. Мына қай жақ бұрынғы Халеп бар ғой? Алеппо. Алеппо. Сирияда. Есіңе түсіп отыр ма? Жоқ. Алеппо жақта жүреді да, бұл пайғамбарымыз қайтыс болып кеткеннен кейін, Абу Бәкір бәрі қайтыс болып кеткеннен кейін. Алеппо жақта Билал жүреді да, яғни джихадта жүреді. Сол уақыттағы бір табиғин пайғамбарымыз көрмеген. Билалды көреді да, ну. И возможность қой, Билалды көргеннен кейін, ну, пайғамбарымыздың қасында жүрген серьезный біреу да, енді возможность қой сұрап алу. Жүгіріп келеді да, Билалмен танысып, білесің не сұрайды? Не сұрайды? Сұрақ қызық негізі. Айдос, тыңдап тұрсың ғой. Сұрайтын нәрсесі, пайғамбарымыздың ризығы қалай болды дейді. Қара қандай сұрақ. Басқа көп қой сұрақ нәрсеміз. Пайғамбарымыздың ризығы қалай болды. Бұлай қарасаң, ғалымдар кейін айтады да, неге ризығын сұрады деген кезде, сұрақ сам по себе маңызды қызықта, неге? Өйткені пайғамбар салсам, пайғамбар ғой, дағуатчик бірінші кезекте. Жұмыс жасамаған, біз білмейміз, оның бір фәллах болғанын, не болмаса тағы жүрді да просто ол. Құр жүрді ғой бай. Иә, ештеңе жұмыс істемеді. Бірақ ризық болды. И анаған походу қызық болғанда ол тек қана дағуатпен айналысып жүрген адам қалай ол күн көрді? Бізге сұрақ қой, кеш мешітте тұрасың, бала-шаға айта асырайсың деген сияқты әңгіме ғой. Енді ол түсінсең солай болады деп. Сол сұрап жатыр ғой. Сөйтіп Билал айтады дейсің. Мен саған бір жағдай айтып берейін дейді. Хадис бұл кейін. Пайғамбар саллаллаху енді пайғамбар ғой қоғамның. Пайғамбардың жаңағы сахабиға айтып беріп жатыр да, біз мынандай жағдай болады дейді. Пайғамбар қоғамның пайғамбар. Енді былайша айтқанда лидері ғой енді. Бір десе болатын болса, елдер соған келеді. Осындай пайғамбардың ризығы дейді. Жоқ дейді ғой, короче. Жоқ болғанда қалай күндік тамақ жоқ дейді. Хадистер білесіңдер өздерің, иә, кейде ораза жасай салады, үйтеді, бүйтеді дегендей. Пайғамбар бола тұрады енді. Сондықтан да пайғамбардың пайғамбарлығына күмәндану қызық сияқты да сам по себе. Өйткені не бір мүдде жоқ баю, не бір басқа бір мүдде жоқ та мүдде. Сонымен қоса сонша қинақты тартып жүр да, ойланатын нәрсе. Жақсы. Содан Билал айтады, пайғамбар болғаннан кейін өзінде ештеңе жоқ, пайғамбар болғаннан кейін басқа адамдар келеді да кедейлер. Осындай жоқ, жағдай жоқ, анау пайғамбар тыңдап отырады дейді. Бүйт жоқ, анау деген кезде пайғамбар сұрайды дейді, мынандай бар ма, көмек бар ма деген кезде пайғамбар Билалға қарайды. Билал, сұрағын әкеп бер дейді деген да, сөйтіп қарапшы. Билал айтады, бізде түк жоқ дейді. Пайғамбар маған қарап, Билал әкеп бер деген кезде, как будто ана жақта бір бәрі жиналып тұрған сияқты, түк жоқ дейді екен бізде. Билал айтады, мен де вид подавать болды деп айтамын дейді. Болды. Шығам дейді да, базарды аралап қарыз деймін дейді. Беш қайтарып берем. Деп. Сөйтіп алам дейді бір десе. Пайғамбарды вид подавать етпейді де, кедейлердің алдында мә деп беріп жібереді дейді. Өзінде түк жоқ. Сонан кейін сөйтіп жалғаса берді дейді. И бір күні бір яхуди көрді мен сөйтіп қарыз қалып жүргенімді. Билал айтады да. Соны келіп айтты дейді да, сен бәрібір қарыз қалып жүрсің, конкретно бәрін іздеп жүргеннен қарағанда бір адаммен контрактіге отырсайшы, алып кейін беріп тұрасың ғой деп та. Билал айтады, все жақсы дейді. Сонымен
ана айтады сенен алып барам кейін беремін дейді. Сөйтіп күндер өте береді, Билал анадан алып нетіп тұрады. И бір күні ана яхуди Билал көшеде кетіп бара жатқанда қолынан ұстап алады да, Билал, сен білесің бе ақшаны төлейтін ақшаң жақындап қалған деп айтады да. Сосын айтады, білемін, я бар екенсің. Байға дейді, егер бермейтін болсаң бұрынғы құл күніңді білесің ғой деп айтады да. Қой бақтырып жіберемін дейді. Яғни Билал да ол. И Билал ашуланады. Билал айтады, мысал бимағана зұну. Ва асбахту ка инсан ади деп атады, қарашы. Жай адам сияқты адамға айналдым дейді да. Енді нәпсімнің шығардым деген сөз ғой анау. Жай адамдардың нәпсі көтерілген сияқты менде де көтерілді дейді да енді. Демек, оның алдында нәпсі вообще көтермейтін адам болып тұр ғой енді опақ oldu. Ана жерде көтерілді дейді. Көтеріліп жүгіріп ашуланып барып пайғамбарымызға барып естірасың. Пайғамбарымызға айтып бердім дейді. Мынау анам бүйтем деп жатыр, мен сөйтем деп жатыр, үйтем деп жатыр. Пайғамбар үндемей отырып тыңдады дейді. Сосын Билал естіп айтты дейді. Бақа ақша, енді пайғамбардың қарызы ғой на самом деле, ол Билалдың қарызы емес ол. Пайғамбар, бақа сізде ақша болғанға шейін перекантоваться ете тұрамын ғой, басқа жерде деп айтады дейді да, басқа ауылдарда ше енді былай келгенде. Сол жақта бола тұрайын бақа. Побег қой енді. Сол жерде бола тұрайын деп. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үндемейді. Билал үйіне қайт дейді. Билал үйге қайтады. Билал дато хадисті естіп келеді. Мына қадату күллі шай ва вадату bijwaril wisada дейді. То есть қылышын, несін бәрін дайындап, мен ана жастықтың қасына қойып қойдым дейді уже. Таңертең тұрып кете беретін дейді уже. Уже шешім қабылдап қойған. Сөйтіп тұрған кезде, таң атқан кезде кім айтады? Біреу келіп айқайлады дейді. Билал, пайғамбарымызға жауап бер. Сөйтіп шақыратын еді ғой, пайғамбарымызға жауап бер деп. Сөйтіп Билал тұрып жүгіріп барып пайғамбар саллаллаху барсақ, пайғамбарымыз саллаллаху мешітіне кіріп барсақ, мешіттің қасынан бір екі, либо түйе дейді, либо ат дейді. Олар түйе ғой бірақ. Түйе қып-қызыл екі түйе ішін үстінде полный киім сондай тұр дейді да. Ол кезде ол сұмдық ақша да ол көрді. И ана қараймын дейді, пайғамбар саллаллаху мешітіне кіріп кетем да, пайғамбарға барсам, пайғамбарымыз айтам, енді күлкі жүзді көрдің ба Билал деп айтады дейді, көрдім. Қарызың бәрін бер деп айтады дейді. Ол пайғамбар саллаллаху Мединаның қасындағы мұсылман ауылдардан келіп тұрады екен сондай. Соны жіберген екен да как раз соны. И Билал бол таратам дейді, ана қарызы таратады, таңертең болған оқиға обед кейін таратады да, обедте бір зухрға келген кезде пайғамбар сөйледі, Билал тарат болды ма бәрін дейді. Содан Билал айтады, жоқ біткен жоқ, нәрсе тез таратпашы. Сен қазір тез таратпайынша мен үйге кірмеймін деп айтады. Мен кірмеймін, тез таратса дейді. Билал тұрды, жақсы жарайды дейді. Содан кейін барып тағы да кетеді зухрдан кейін примерно. Тағы да біраз кешкі намазға келген кезде Билал таратпадың ба дейді. Жоқ, таратпасам әлі бітірмедім дейді да, таратып. Қарызды бітірдім, бірақ әлі қалды дейді. Билал таратпашы. Сен қазір пока таратпасамайынша мен үйге кіре алмаймын деп. Сөйтіп түнгі намазға тағы да бір келген кезде Билал тараттың ба деп айтады. Билал айтады, жоқ біткен жоқ дейді. Билал онда мен үйге кірмеймін. Түн ғой уж енді таңға дейін. Мен үйге кірмеймін, осы жерде отырамын деп айтады. Мен бөлмеме кірмеймін деп айтады. Содан кейін Билал кетіп таңертеңгісін тағы да обед кейін жүріп, в общем, тағы бір келген кезде Билал тарат болдым ба деген кезде бір күн өтіп кеткен ғой. Тараттым деген кезде, енді үйге кірем деп тұрып үйіне кірді дейді да, бөлмесіне қарай. Сонда кетіп бара жатқан кезде пайғамбар саллаллаху айтады дейді. Мен қорықтым дейді. Ана ақша, жаңағы маған келген ақшаны тара алмай жатып, мен өліп кетем ба деп дейді да. Кейін. Сондықта пайғамбар сен айтып тұрсың, не түседі деп. Менің пайғамбар дегенде түсетін бір мысал, басты мақсат Алла ғой. Мысал да енді. Не ештеңе не важно. Бәрі өткінші. Ауруыңда өткінші, ақша жоғыңда өткінші, айдылыста өткінші, бәрі өткінші. Дұрыс па? Алла ғой важно. Сол мүдде болатын болса, мен ойлаймын, иншалла Аллам дұрыс өмір сүре алады деп. Пайғамбар сол мүдде ғой. Сол пайда да ол бізге. Тек қана бұл дүние маңызды, сондай бұл таусылады бәрібір. Сол енді. Иншалла, сіз анаңыз айтты, және пайдалы ғой. Нұржан, сіз білесіз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Меккені фатх еткеннен кейін ше. Не істеген? Мекке фатх етеді ғой. Сол пайғамбарымыз саллаллаху өте көп дүние түседі ғой енді ше. Пайғамбар саллаллаху жан-жақ тартып, ана соғыс қой ол, ана Меккенің қасындағы соғыс. Хунайн. Енді ол жерде соған дүние енді көп келеді ғой. Сол пайғамбарымыз саллаллаху анаған береді, мынаған береді. Сол кезде білесің, енді арасында ансарлардың арасында фитна шығады ғой. Мұхаммед бәке өзің подкастың өзің бәке. Просто мен сізге оталдырып жатқанмын. Жоқ, ана сол кезде ансарлықтардан біреу бар ғой, басшы Саид бет. Саид.
Саат келіп айтады дейді, хадис Бұхариде келеді деп ойлайды да. Пайғамбарымызға келіп айтамын дейді, мынау да жақсы соғысты, мынау да ансарлықтарға берсін деп айтамын дейді да, мынау да жақсы соғыс. Пайғамбарымыз бұрылып кетеді дейді да, барып мұхажирлерге береді дейді. Мына жағынан шығамын да, Алланың елшісі, мынау да ансарлықта жақсы, мынау да жақсы болды. Пайғамбарымыз қарамайды дейді да, барып мұхажирлерге бере береді. Енді мен негізі бұл мәселеге айтатын, бұл алдында да айтқам, ансарлықтар айдос, ансарлықтар Алланың программасы ғой. Дейді, қанша адамдар қайтыс болып жатса да, қанша балалар жетім қалып жатса да, ансарлықтар бір ләм-мим демеген ғой. Қарашы мына жерде де наглым образом мұхажирлерге беріп жатса да, тұрып кетіп қалса болады ғой. Еще Хунайн соғысында 10 мың ансарлық, 2 мың мұхажирлік, үйті оның жарты 80 мұнафиқ ба, бір бәле еще. Кәфірде жүр оның ішінде. 10 мың, ол соғыста тағы да ренжімеңдер. Если что, барды кесіп, мен өзім жеке подкаст қыла салдым. Не нужно. Мен айтайын дегенім, сол соғыста ше, бәке, Хунайн соғысында. Мынандай оқиға болады, Нұркей. Мынандай оқиға болады. Соғыс басылады ғой. Бірінші кезде жеңіліп атады пайғамбарымыз. Қашады бәрі. Мұсылмандар бәрі қашады артқа. Қашып кетіп бара кезде пайғамбарымыз көреді де бәрін қашып бара жатқанын. Тоқтаңдар десе тоқтамайды. Пайғамбарымыз атты бұрып алады да, жауға қарай шабады да. Мүмкін ол адамдар көреді деп ойлаймын екен. Шабып атса, мына жақтан кім ағасы Абу Суфиян және кім? Аббас екеуі. Екеуі біреу ер тоқымнан атының пайғамбарымыз, біреу мына несіне жүгеніне ұстап жібермейді дейді жауға ше. Пайғамбарымыз чы деп байғара шабады дейді, ана екеуі ұстап алған жібермейді. Өліп кете ме деп қорықтым дейді Аббас. Пайғамбарымыз тұрып Аббасқа қарап айтты, Аббас шақыршы деп айтты. Соғыс болып жатыр ғой, короче. Қашып жатыр, шақыршы деп айтты. Аббас айтты, кімді деген кезде? Ансарлықтар шақыршы деп айтты. Сеніп тұрған кім? Ансарлықтар. Мұхажирліктер емес. Қара, ансарлықтар шақыршы дейді. Сол кезде Аббас айтады, хадис естіп келеді. Аббас айтады, мен, ансарлықтар деген дауысым баласын шақырған сиырдың дауысынан шықты ғой дейді. Деп шыққан ғой. Бірақ айтқанның өзінде де кепеш қой енді. Сомдық болып отыр, тыңдамайды дейді ешкім ше. Ана соғыста білесіздер ме, бір деп қашса бітті ғой, бәрі тоқтата алмай қалады. Пайғамбарымыз сол моментте жайлап атынан түседі дейді да, бәрі қашып атқанның ішінде жай қимылдайды дейді ғой. Жайлап жүрсін. Сол кезде ансарлықтар байқады дейді да. Жайлап пайғамбарымыз мына бір цирк көрсетіп жатыр. Бұл десе айтып жатқан кезде жиналып жатады ғой көшеде. Сол сияқты жиналып жатқан кезде сол пайғамбарымыз Алла хақ, мен Мұхаммад пайғамбар, мен пайғамбар, мен Абдул-Мутталибтің баласымын. Мен пайғамбармын, мен Абдул-Мутталибтің баласымын деп айта алмайды. Қара, бәрі ансарлықтан бәрі тоқтайды. Сол кезде менің айтпағым. Алланың ансарлықтар, Алланың программасы дегенім, пайғамбарымыз қарашы, қиын моментте Аббас ансарлықтарды шақыр, мұхажирліктерге сеніп тұрған жоқ. Бірақ одан кейін сол соғыстан кейін тұрады да кімдерге береді? Мұхажирліктер. Сөйтіп тұрғанның өзінде Аббас енді ансарлықтар айтып кетуге болады ғой, қалай ол сол кезде? Қайтайық құрсын мынау. Пайғамбарымыз салсам қалай ол сол кезде использовал деп айту, соңынан үндемейді ғой. Максимум шыққан әңгіме, ансарлықтардың әңгімесінде арасынан әңгіме шыққан. қалып қояды деген қорқу. Ол бар, бірақ жалпы арасынан әңгіме бәке айтып отқаны, Алла пайғамбарымыз кешірсін деген әңгіме шыққан. Пайғамбарымыз естіп қалады да, шақырады жаңа Саатты шақырып, ішімнен шығып жатыр ма деген кезде Саат айтады. Ол айтады ғой ансарлықтар, бәрі жиналыңдар дейді ғой. Тек қана ансарлықтар жиналады соны жаңа. Бірақ оның алдында Саат шақырып жатыр, бірінші бөлек жауап. Саат ішімнен әңгіме шығып жатыр ма деген кезде шығып жатыр дейді. Саат сен қалай ойың деген кезде әрбір адам өзінің қауымымен дейді. Ой, действительно Аллах жүрген адам ол. Ұқпай тұр да енді ол да. Содан пайғамбар сөзім айтады, жинашы ансарлықтар дейді. Өзіңіз бөлек сөйлесейік. Енді бұл мен өзім ойым, ғалымдардың айтады. Білесіңдер ма? Той болып жатқан кезде мата бермей қалды, быт-шыт болды, сақина бермей қалды деп жатқан кезде өзіңнің жақын алтын сақинасын аласына апарып бересің ғой, короче. Анамен кейін сөйлесемін сенімен дейсің ғой, короче. Сонда әңгіме ма деймін да, пайғамбар сасам мұхажирліктердің аузына тығып ансарлықтарға кейін сөйлесеміз деп тұр да. Енді өзіміз сынды сендер. Мынандай бір сөз айтады кейін пайғамбар сасам, ансарлықтармен болып жатқан неде, или кейін басқа жерде ма? Мен мұхажирлерге олжаны тараттым на уровне ансарлықтардың иманын. То есть мне позволило олжаны мұхажирліктер беруге, мен өйткен сенімді болдым олардың иманына.
сол жігіттер ренжімеңдер. жоқ дұрыс Сол- сол сондықтан да. жаңағы қуаттан айтқан сол жаңағы пайғамбарымыздың дүниеге қызықпен айтып жатырмын ғой. Ансарлықтар айтады ғой, жаңағы бөле бастадым деген кезде айтады ғой, ей ансарлықтар, мен сендерге барып дін насихаттап, баяғыда бір адасып жүрген қауым едіңдер, тайпалардың бір бірінен қырылып жүрген едіңдер, мен барып дін апарып, сендер ауызбіршілікке шақырып, сөйтіп қуаттандырмадым ба То есть менен де пайда көрдіңдер ғой деп жатыр. иә. сол кезде ансарлықтар айтады ғой, ренжісіп барады олар по-любому. Аллахтың елшісі, сіз өзіңіздің отаныңыздан қуылған кезде біз панамызды алдық қой, біз сізге жәрдем бердік қой дейді. Сол кезде риуаятта да пайғамбар өзі айтады бұны. Айтсаңдар болады, ақыларың бар дейді. Бірақ Пайғамбар айтады. айтсаңдар болады дейді. Бірақ айтпайды ол. Жоқ, жақсы деймін да былай қойды, иә. Олардың пайдасын айтады. Бірақ менде де пайда бердім ғой дейді. Айтпайсыңдар ма деген сияқты. сосын айтпай ма жаңағыдай, қайсысын қалайсыңдар? Мен сендермен бірге барған қалайсыздар ма? Әлде не енді дүние қалайсыз ба деген кезде ансарлықтар Аллахтың сізді қалаймыз дейді. Жоқ, бір риуаятта дейсіз айтпай ма? Ей, ол мұхажирлер мал немен кетіп бара жатқан. Қой малмен кетіп Пайғамбармен кетіп бара жатқан абзал емес па демей ма? Сол кезде сіздің нұрекеңнің айтып отқаны, негізгі орын қорыққаны пайғамбарымыз енді бұрында Меккеден кетіп қалған, өйткені қуып жіберді ғой. Қазір Меккені алды ғой енді өзі. Қайтып кете ма деген уайымда. Сол кезде пайғамбарымыз изначально айтты екен да, енді бәрібір мен сендермен қайтам. Оларға мен қайтпағаннан кейін бере берейін деген ощущение ме екен. Уәдесіне тұрды ма жігіттер? Пайғамбарымыз қайда? Мединада барып жатыр ғой. Берекелі. Отанын тастап кету, Айдос, отанын тастап кету бар ғой. Туып өскен, туғанның бәрі сол жерде тұрады. Еще бала кезден тастап кетсе тез үйреніп аласың ғой. Пайғамбарымыз қанша жасында тастап кетті Меккені, иә? 40-дан 53 жасында отанын тастап кету қиын. Басқа сен аталарды апаршы басқа жаққа өмір сүруге. Қайтқысы отырады ауылға қарай. Еще Ясрибқа барғанда Абу Бәкір мен кімнің Билалдың оқиғасы машһүр ғой. Бар ауырып қалып Меккенің нелерін аңсап өлең айтып қолын тұсына қарап кәдімгідей Меккені тұсына қарап мысалы отанды лақтыру деп отан тастап кету қиын. Валлахи осы жерде бір мәселе де, Түркияда да жүрдім, ол жерде мен оқуым, жұмысым, барлық нәрсем болды. Тіпті машинама деймін, барлық нәрсе жағдай болды. Бірақ мен Қазақстанға қайтуыма себеп шынында да мынау отанға болған, өзіңнің толып өскен жеріңе болған бір махаббат бәрібір ол іште кетпейтін нәрсе екен да, расында да. Қанша бір жақсы өмірде сүрсем, мысалы Стамбулда болдым мен, Стамбулда барлық жағдайым болды, барлық жұмыста болды, оқуға да мысалы сол жерде ұстаздар келіп тұрды мысалы, сириялық ұстаздар, өзі түріктің ұстаздары дегендей. Бірақ сонда да бәрібір ел басқаша да. Саған тартып иә. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шығып жатқанда да айтады ғой, Валлахи я Макка, анта ахаббу билад илаллахи дейді. Ең Алла Тағалаға сүйікті жерсің. Егер ол жерде енді кейбір ғалымдар айтады, ол жердегі қасиеттілігімен дегенмен, бірақ ол жерде басқа шарихтар айтады, бұл жерде пайғамбарымыз өзінің ішіндегі отанына болған махаббатын білдіріп тұр дейді. Өйткені Алланың елшісіне сүйікті болғаннан кейін ол таки-такам Аллаға сүйікті болады дейді. Сол мағынада айтады. Негізі пайғамбарымыздың ішінен сағынып жүрген емес па негізі, аңсап Меккені не жүргеннен кейін қалбаның алсын. Қиблатын тарту дейді. Разы болатын. Алла. Ана аят бар ғой Нұржан ұстазшы. Осы жаңағы Меккені фатх етіп, пайғамбарымыз ансарлықтардың арасын бәрін түзегеннен кейін ансарлықтар айтады ғой. Аллахтың елшісі, біз осы уақытқа дейін сіз қасыңызда болдық, 10 жылдан аса уақыт, міне бүкіл нәрсе жәрдем бердік. Енді бізге рұқсат берсеңіз, біз саудамызбен айланысып, егемізді егіп сол жолды керек дейді ғой. Сөздің аят түсіреді ана. Ла тулқу биайдикум ла тахлуку. Өз-өздерінің құрдымын тастамаңдар. Сол жерде жаңа имам Насафи айтады ғой, бұл жерде мағынасы джихадты тастап, сауда сатып айланысып кету, дін жұмысын тастап кету. Жерде негізі өз-өзін өлтіруге емес, андай бұл аятты көбісі адамдар ойлап қалады, типа өз-өзіңді өлтірмеңдер, самоубийство жасамаңдар деп. Негізі соған ғой. Негізі дүниеге берілмеңдер, дүниеге берілу өткен құрдымға апарады деген мағынада. Дін жұмысын тастау ғой, өзі істеп тұр. Маңыздысы. Действительно, Айдос. Шынымен ансарлықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ансарлықтар тәрбиеге таң қаласында, неде Хашр сүресінің аят бар жаңағы деген аяттар жаңағы ойлайтын табау даро деген бар ғой жаңағы бәрін береді дейсіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи соншалық аз уақыт тәрбиелегені мұхажир үшін бәрін бере берген. Жаңа Абдурахман мен қайсы еді? Ахабайна Абдурахман достастырған кезде, бауырластырған кезде. Сол хадистің шархында ғалымдар айтады да, мал мүлкін жартысын берем дейді ғой.
ол ондай қатты таңғаларлық нәрсе емес, енді дұрыс дейді, ол да үлкен нәрсе. Бірақ менің әйелім бар, 2 әйелім бар, соның біреуін берем де, ол арабтар үшін намыс болған дейді да, жалпылама. Өте қиын нәрсе дейді. 2 әйелімнің біреуін берем, сен үйленші деу бар ғой. Яғни ансарлардың ансарлардың Алланың бір ауыз сөзіне, Алланың елшісінің бір ауыз сөзіне тіпті өздерінің ең жақын, өздері бір барлық нәрседен де қорғайтын нәрсесін де беріп жіберуге дайын екенін көрсетеді дейді да. Соншалықты пайғамбар махаббаттары ғой. Иә. Алланың елшісіне болған махаббаттары. Алла разы болсын. Енді Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату, құрметті бауырлар. Сіздермен бірге бір қуанышты хабармен бөлісіміз келіп тұр. Баршаларыңызға белгілі болғандай, біз осы уақытқа дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кесім келбеті, артықшылығы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекшеліктері жайлы насихаттап келеміз. Енді кезекте ислам тарихындағы ұлы кітаптардың бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуды жүйелеген имам Жазулидің Далаил Хурет кітабын төл тілімізге аударып, сырға толы салауат деген атпен сіздерге ұсынғалы тұрмыз. Кітап сіздерге ыңғайлы болу мақсатында 21 күнге жүйеленген. Және кітапта тек қана салауат емес, сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кесім келбеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи артықшылығы және салауат айтып белгілі бір жетістікке жеткен ұлы ғалымдардың оқиғаларымен бірге бөліскен болатынбыз. Сөзсіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту қос дүние пайда берері баршамызға анық. Кітап жайлы толық ақпарат алу үшін төмендегі номерге хабарласыңыздар.